құрметті түркістандықтар, өзіміздің мақсаттар, енді Түркістан туралы мағжанамарлық әлемге арттырып айта алмаған жоқ қой, қайталап қояйын. Бірақ мен Түркістанды осы кең байтақ оңтүстік өлкесінен бөліп қарамаймын. Бұл енді осы Жетісайда өскенмін, сонда балалық жағым үлкен. Сонан біздің құлағымызда Кенжегүл апамыздың әнінің сазы қалған, Төлеген Момбеков әкеміздің күйінің сазы қалған. Сондықтан қатты толқып тұрмын, ойлаған жоқ еді. Онан кеше Әзірет Сұлтанға барғанымызда да осы жан жүйеміз, жұлынымызға дейін босап, көзімізге шұлырған жас жанымызға құйылып, бір жағынан бір керемет сезім кешілік, екінші жағынан бір мақтаныш болды. Осы елмен бірге, осы халықпен өздеріңіздей осылай ортада жүріп, сол кісінің басына тәу ету, сол кісілердің басына Арыстан бабамыздан бастап, бұл әркімге бұйыра бермейтін бақыт. Бұл бір киелі, сондай бір тазару, сатару деп айтуға болатын шығар. Мынау Түркістанның енді мен ескі бейнесін білгенмін, жаңа бейнесін бірінші рет көріп отырмын. Көп жерінде болдық, 3 күннің ішінде. Енді қазір енді бүкіл қазақ халқымыздың алдына міндет қойылып жатыр ғой. Жаңарған Қазақстан құру жөнінде. Бұл жаңарған Қазақстанды Түркістанның үлгісінен бастау керек деп ойлаймын өз басым. Рухани жағынан да, мынау қала құрылысы жағынан да, содан кейін мынау Түркістанның адамдары деген бір ғажап адамдар болады. Бұл момын қазақтар, бауырман қазақтар, ең қоры қазақтар, бес қолында қазақтар. Сондықтан біз Түркістанмен мақтанып, Түркістаннан үлгі алып, осы Түркістанның салған ізімен жүрсек, жаңылыспайтын сияқтымыз бағдарымыздан, біздің шамымыз, бағдар шамымыз, мынау Әзірет Сұлтанымыз, Арыстан бабамыз бар, Маңғыстаудың бір бекетіміз бар, Қазақстанның қай төрт құласы ең болады деп ойлаймын. Халқымыз осындай бақытты күндерге бірге жетейік. Әрқайсымыздың отбасымыз аман болсын, еліміз аман болсын.